мына қазір интернетте мектеп салған дұрыс па, мешіт салған дұрыс па, завод салған дұрыс па, осындай болмайтын сұрақтармен миды қатыратындар көбейіп кетті ғой. Осыған да бас жетпейді ма деймін да, мешітті өкімет салып бермейді бізге. Және мына тәңірсіздер, олар біздің мешіттің ақшасын санағаны болмаса, олар біздің мешітке бір тиын да бермейді олар. Бұл мешітті біздің өзіміздің арзымайтын намазхан, мұсылман бауырлар салады, оның неменесін ашынып отырсыңдар. Ал мектепті өкімет салып береді. Мектеп салу өкіметтің міндеті, мектеппен, университетпен қамтамасыз ету, ол өкіметтің міндеті. Оны жамағаттан емес, мектеп, завод, басқа нәрселеріңді, оны өкіметтен сұрауға бастарыңыз жетпей тұр ма? Ал мешітке келетін болсақ, жеке менің ақшам болса, мен мешіт салар едім, мектеп емес. Және басқа ақшасы бар мұсылман бауырларға айтар едім, мектеп емес, оны өкімет салады. Сіз мешіт салыңыз деп айтар едім. Неге? Өйткені ауылды жерлерде бәлкім мешітте жамағат аз шығар. Қалалы жерлерде мешітке адам сыймай жатыр. Жұма намаз, айт намаздарында адамдар жаңбырдың астында, қардың астында, жерде су кешіп тұрып намаз оқып жатыр. Әрбір районда, қалада бір мешіт, екі мешітте салып тастау керек. Алланың үйі біздің елімізде көбейгені, ол бізге кедергі жасамайды ол. Ал мектеп, заводтарды біз өз 2% мұсылман намазхандармыз. Біздің ақшамызды есептемей қойыңыздар, біз мешіт, медресе саламыз. Ал мектеп, заводтарды қалған 98% не істеп отырсыздар? Имамның ақшасын санап отырмай, сол мектеп, завод салыңыздар. Аллахың құдіреті. Рас айтайын да, мына кішкентай бір арзымайтын лайк үшін мына дінсіздерді, мешіттің дұшмандарын қуантатын сөздер айта алмайды екен. Мешітке, имамдарға, дінімізге қарсы сөз айта алмайды екен ше. Алла Тағала мұсылмандарға ауызбіршілігін тымақ берсін. Адасқандарға Алла Тағала хидаят берсін.